Мына қазіргі тұрған жеріміз мынау Шайыр ауылының Сандықтас төрткүлі, ұзындығы 2 километр, ені 1 километр болатын төрткүл. Осы төрткүлдің қасындағы мынау беті ашылып қалған кезінде көмір қазған орындар. Мына жердегі жатқан тентектердің бәрі сол қазылған жерлер. Мұның бәрі беріректе қазылып. Бұл төрткүлдің айналасы түгел, оңтүстігі, солтүстігі, батыс шығысы түгел көмір көрініп жатыр. Асты дейтін адам көрмеген қалың піскен көмір. Ал мына шет жағы ол шикі көмір. Бұл төрткүлдің тарихы 40-шы жылдары Отан соғысы кезіндегі қиындық кезде осы жерден ауылда қалған жаңағы шешелеріміз, әжелеріміз деп айтуға болады, үлкен кісілер осы арадан келіп көмір қазған. Сол кездегі балдар. Содан кейін кеңес үкіметінің кезінде Қарағандыны шахтасының көмірлері келгеннен кейін бұл көмірді ешкім қозғаған жоқ. 90-шы жылдары Тоқырауда, 90-шы жылдардағы Тоқырауда Қарағандының көмірі келмей қалды. Мына Қарағандының көмірі келмегеннен кейін 2007 жылға дейін осы арадан көмір қазды. Бұл көмірді қазу оңай зат емес. Бұл жерде дейтін үйдің көлеміндей топырақ алып тастап, астынан көмір алып жүрді жігіттер. Ең соңында ана таудың жарғағы ғана барып тіреледі. Мұның астына уже кіре алмайды. Сондай жерлерге дейін барған жерлер бар. Қанша қалың жерге барғанға дейін ол уже пісе береді көмір. Қатая береді. Мынау енді шет жағы, соның өзінде де бірталай жер қазылған. Сол қиын замандарда алған көмірді 90-шы жылғы Тоқыраудан кейін ауылдың адамдары түгел қазып, осының бәрін алды. Бұл жерде қазір мысалы бір үйдің көлемінде жер алғаннан кейін 20 сантиметр ғана қалыңдықтағы көмір аласыз. Ол тереңге кірген сайын мына көмір міне слойы тереңге кірген сайын бұл қатая береді. Мынау соның жаңағы ішіндегі қалған осылардың бәрі сол көмір. Бірақ мынау қазір мынау шет жағында болғасын жұмсақ болғанменен қалың жерге барған уақытта мынау уже жылтырап қатая береді. Қазір енді 2007 жылы газ келді, содан 2009-да қолдануға берді ауылға. Содан бері бұл жерде ешкім қазып жатқан жоқпыз. Мына алыс жерлердегі мал ауылдар, мына ауылдың айналасындағы шаруашылықтарға газ тартылмағандықтан оларға газ тартылса, олар да мысалы сондай жерлер пайдаланбаса, енді басқа пайдаланатын жер жоқ. Мынаның бәрі сол